Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қарапайым және дәмді алма пирогын жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен жұмсақ сары майды ыдысқа салып, қасықпен еземін. Сары майды алдын ала тоңазытқыштан 1-2 сағат бұрын алып шығуды ұмытпаңыздар. 50 грамм қант және 1 шымшым тұз қосып, қайтадан жақсылап тұрып езіп аламын. Осы кезде қант кішкене ери бастайды. Қант еру үшін жақсылап тұрып езу қажет. 20% қаймақты қосып араластырамын. Бұл қамырда маған ұнайтыны, қаймақты қосқан кезде қамырымыз қатты майлы болмайды және де жұмсақ болып шығады. Бір жұмыртқа қосып, бір қалыпты күйге шейін жақсылап тұрып араластырамын. Осы кезде ұнды 2-3 этаппен қосып араластырамын. Бірінші бөлігін қосқан кезде соданы бірге қосамын. Тағы ұн қосып араластырамын. Ұнды бірден қоспаудың себебі жұмыртқаның үлкендігіне, ұнның сапасына байланысты әртүрлі мөлшерде ұн қажет болады. Яғни қамырды илеген кезде көп ұн қосып илеп кетпеңіздер. Қамыр сәл ғана қолға жабысатындай өте жұмсақ болып шығу қажет. Неге қараңыздар, осындай жұмсақ болып шығу қажет. Қамырды әзірге қойып, салмасын дайындайтын боламыз. Менде осында кесілген ранеткалар. Сіз кәдімгідей алмаларды алып, осылайша кішігірім етіп кесіңіз. Сонда олар жақсы тез піседі. Енді осыған мен корица қосам және де қант қосамын. Және жақсылап тұрып араластырамын. Мынау алмалар менде өте қышқыл, сол себепті мен 100 грамм қант қосамын. Бірақ егер алмаларыңыз кәдімгідей алма тәтті болса, онда 50 грамм шамасында қант жететін болады. Форманы сары маймен немесе өсімдік маймен майлауға болады. Енді кішкене ұн сеуіп, қамырды илейтін боламыз. Қамырдың кішігірім бөлігін кесіп тастаймын, безендіру үшін қажет болады. Қамырымыз жабысып қалмас үшін кішкене ұн сеуіп қойыңыз. Қамырды дөңгелек форма етіп жаямын. Жуандығын шамамен 0,5 сантиметрде етіп жаямын. Піскен кезде қамыр кішкене ұлғаяды. Абайлап жыртылмайтындай етіп формаға саламын. Қамырымыз өте жұмсақ, нәзік. Сол себепті абайлап жұмыс жасау қажет. Енді біздің алмамызды саламыз. Және шетін жай ғана осылайша түсіріп қоюға болады. Енді кішігірім қамырды ұзынша етіп жаямын да пирогты безендіретін боламын. Осындай тілімшелерге кесемін. Сіз өз қалауыңызша безендіруіңізге болады. Тіпті безендірмей-ақ қоюыңызға да болады. Мен әдетте осылай безендіремін. Пирогты 180 градусқа 30-40 минутқа пешке қоямын.
Пирогымыз піскен кезде оны толықтай суытып аласыз. Үстіне қалауыңызша қант пудрасын сеуіп алуға болады. Хош иісті, дәмді алмадан жасалған пирогымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп қойды ұмытпаңыздар, әлі де көп рецепттер болады.